Досына көмектесем деп 5 шағын несие ресімдеу ұйымына қарыз болып қалған. Алматы қаласында оқып жүрген Петропавл қаласының 23 жасар тұрғыны жерлесіне хабарласып, шәкіртақысын алу үшін банк картасының жоқтығын алға тартып, оның картасымен пайдалануды өтінген. Досына банк картасының және жеке куәлігінің фотосын жіберуді сұраған. Көмек қолын созған қала тұрғыны бір айдан кейін өзінің атына 30 мыңнан 50 мыңға дейін несие ресімделгенін біледі. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Аталған фактілер бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 190 бабының 2 бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеудің қылмыстық істері қозғалды. Қазіргі уақытта тергеу әрекеттері жүргізілуде. Ұқсас қылмыстарға қатысты тексеріліп жатыр. Необходимо никому не при таких случаях не отправлять фото своих документов. Теміртау қаласының 36 жасар тұрғыны интернет алаяқтықтың ең жеңіл жолын пайдаланған. Қаскөй әлеуметтік желілерде орналастырылған хабарландырулардан жоғалған заттарды сыйақыға қайтаруға сөз беріп, ең алдымен Kiwi әмиянға алдын ала төлемді түсіруді талап еткен. Осыдан кейін ақшаны қолға түсірген алаяқ жәбірленушілермен байланысқа шықпаған. В целях недопущения совершения данного вида преступлений Аталған қылмыс түрін болдырмау мақсатында қандай жағдай болмасын ешкімге құжаттардың, сондай-ақ банк карталарының фотоларын жібермеу қажет. Интернет арқылы пәтер жалдау, сондай-ақ автомобильдің қосалқы бөлшектерін тапсырыс беруден бас тартқан жөн. Қылмыс жасаған жағдайда шұғыл жақын жердегі полиция бөлімшесіне немесе 102 телефонына хабарласу қажет. Преступление незамедлительно обращаться в ближайшее отделение полиции или по телефону 102. Полицейлер алаяқтардан қорғанудың ең сенімді жолы қырағылық көрсету екенін ескертеді. Жалпы жыл басынан Солтүстік Қазақстан облысында интернет алаяқтықтың 40 фактісі тіркеліпті. Қазіргі уақытта олардың 21-і ашылған. Облыстық полиция департаменті баспасөз қызметі көмегімен әзірлеген. Сағындық Сәрсеков, Первый Северный.